сәлеметсіздер ме? Әңгіме жинағы каналына қош келдіңіздер. Каналымызға жазылып, қолдау білдіре отырыңыздар. Гүлжанның алып қашқанын естіген анасы қуанғаннан аспанға секірді. Құтты қызын өзі оқытқандай. Келген қуғыншыларға: «Мына келгендерің аз, менің қызым оқыған. Молыраға келіңдер. Менің де ел-жұртым бар, ертең өсекке қаламын. Әкелмейді екенсіңдер, қызымды әкеп тастаңдар», деп өз қызын саудаға салды. Олар да дереу қалың малды қайта толықтырып, ақыры анасының келісімін алып, Гүлжан әп-сәтте келін болды да қалды. Әпкесі қоярды қоймай үйіне әдейі шақырған болатын. Сол күнге әпкесіне әлі күнге дейін қатты ренжиді. Арада айлар өтіп, оқуы да жақындап келеді. Бастысы, оқуымды оқимын деп қуанған Гүлжанды енесі: «Саған оқу не керек? Асырайтын байың бар. Ертең ауылдың өсегіне қаласың. Байға тиіп оқып жатыр деп айтады. Одан да байыңа қара. Ешқайда бармайсың. Сенің міндетің сол. Одан да байыңа қара», деп ұрсып тастады. «Бала ту. Мына сөздерден соң міндетің сол», деп ұрсып тастады. Мына сөздерден соң Гүлжан есеңгіреп, дәрменсіз күйге түсті. Кешке алғаш рет күйеуі ертеңге өтініш айтқан еді. «Ертең, өтінемін, мені оқуға жіберші. Бірақ жылым қалды. Қанша жыл оқығаным зая кетеді ғой. Өтінемін, анаңды көндірші», деп жалынған келіншегінің сөзіне Ерден: «Анам не десе де дұрыс. Бұдан былай менен ештеңе өтінбе. Не жағдай болса да анаммен ақылдас», деп теріс бұрылып жатып қалды. Күйеуіне қатты ренжіген Гүлжан таңға дейін көз жасына тұншығып жатты. Ажырасып кетсе, анасымен үй үшін мәңгі көрмейтінін және де ауылда өсектің астын алып жүргізбейтінін ойша көз алдына елестеген сайын денесі түршікті. Осылайша шарасыз күйге қаншама жылға еңбегін бір-ақ күнде тастауға мәжбүр болған Гүлжан күйіктен күннен күнге азып барады. «Сен неге бұлай аздың?» деп сұрайтын не ене, не күйеу жоқ. Гүлжанның күннен күнге азғаны ішіндегі жаңа өмірге қадам басқан кішкентай ғана бір жапырақ сәби еді. Бірақ Гүлжан өзінің жүкті екенін мүлде білмеді. Басқа елдер сияқты жүрек айну, жерік болудың не екенін бастан өткізбеді. Бас айналып құлаған сәтте ғана бұл үйде бір адамның ауырып жүргенін, келінінің аяғы ауыр екенін сонда білген. Гүлжанға ішіндегі бөбегі бұл өмірге қайта оралуға күш берді. Сол бөбегін асыға күткен Гүлжанның әрбір сағаты, минуты өтпей қойды. Үй тірлігін бәрін жасап қойып, құрсағында сәбиімен сыбырласып, бір сәт өзін сондай бақытты санайтын. Ертең болса, үсті май-май әрі сасып, кешке батса Гүлжанның жынына тиеді. Күйеуіне монша жағып, киімдерін айнадай қып жуып қойса да, Ерден сол моншаға түсуге ерінетін еді. Күйеуіне қанша жалынса да, ақыры жуынбай, киімін ауыстырып жата салады. Майдың иісі Гүлжанның тынысын тарылтып, жүрегін айнытатын. Бірде енесімен қалаға барғанда, бұрынғы ғашық болған жігітінің иіс суын іздеп жүріп, Ерденге әкеп берген. Ерден болса, ол иіс суды дәретханаға тастай салды. «Осы уақытқа дейін бұндай бәлені қолданбадым. Жұртқа күлкі боламын енді. Бұндай нәрсені алушы болма». Гүлжан күйеуінен бірде-бір жылы сөз естімейтін. Әйтеуір өзіне қажет кезде Ерден түнгі жұмысын істейтін. Одан басқа мүлде сыйластық, не жылулық жоқ. Уақыт өте Гүлжан нәзік қана сүйкімді қызды өмірге әкелді. Гүлжанның қуанышын, аналық махаббатын енесі көп көргендей, жаңа туған шақалақты тартып алып, байғұс әйелдің сезімін тағы да ойран етті.
Енесі: сен қатын, бала сүт беріп жарытпайсың. Түрің мынау, апарақсың. Әрі бірінші бала, менің балам. Сенің бұл баланы ұстауға да, жақындауға да құқың жоқ, деп жаңа туған шақалақты қызғанып бермей қойды. Өмірге жаңа келсе де, туған анасы бола тұра, омырауын құшарлана ембей жасанды. Шынымен ешкінің сүтін қорек еткен сәби ауыршаң болып өсіп келеді. Сәбиінің жылаған дауысын естіген сайын жүрегімен қоса омырауы сыздаған Гүлжанның жанарынан жастары домалақтап жерге түсті. Шыны керек, енесі сәбиді өз бөлмесінен шығармақ түгіл, тіпті Гүлжанға бөлмеге кіруге тыйым салған. Омырауы қатқан Гүлжанды түсінетін жан болсашы. Жоқ, әркім өз күйімен. Енесі немересімен әуре. Ертеңге бала да, қатын да керек емес. Көліктердің жөнделгені, яғни жұмысы маңызды еді. Арада жылдар өтіп жатты. Қызының қылығына іштей сүйсінген Гүлжан әлі де көтере алмай, оның үстіне омырауы қатқаннан безденіп, қайта-қайта ауруханаға жатып жүрді. Немересін қызғанып, әрі үйдің тірлігі өз мойнына қалған ене аузына келгенін айтатын. Бірде ауруханадан шыққан Гүлжанға қыз алдынан жүгіріп келе жатқанда абайсыз құлап, тізесін соғып алды. Бұны көрген енесі Гүлжаннан жынын қалай аларын білмей жүрген. Қарғысты, қарша боратқан енесі: сен қатының кесірінен қызымның аяғы жараланды. Оңбаған, өліп қалмайды екенсің. Омырауыңды ісігің асқынып. Әй қайдам, сен сорлыны Құдай да алмайды, деп Гүлжанның шашынан сүйреп ұра жөнелді. Осы уақытқа дейін үндемеген Гүлжанның жан айқайы шыға айғайлағанда ерден келіп соққыға жықты. Сен қатын ауруханаға жатып құтырайын деген екенсің, деп тепкінің астын алды. Жазығы болмаса да таяқ жеген Гүлжан түнін жылаумен өткізіп, таң ата өз үйіне сүйретіле жетіп барды. Анасы қабағын түйіп қарсы алған. Әкесі қызының мынадай түрін көріп, көзіне жас келді. Жарығым-ау, енді анай онымен тұрушы болма, бір күні өліп тынасың мына түріңмен, деп қолдағанда анасы айғай шығарып, енді қалғаны қайтып келген қызды бағуым еді. Бар үйіңе, сол үйден сүйегің шықсын, мені ел-жұртқа масқара қылмай. Гүлжанның әкесі: жап аузыңды бәйбіше, қызыңды өлім жетіп сабағанын көрмейсің бе? Мен де сені олай еркек болып ұрған емеспін, деп анасының аузын жапты. Кеше ғана сиыр сатқан еді. Соның ақшасын түгелімен Гүлжанға ұстатып, қаладағы бір туысының үйіне бара тұруын, сол жақтан пәтер жалдап, жаңа өмірін бастауына әкесінің қолдауы үлкен себепші болды. Гүлжанның қалаға аяп басқалы бойын еркіндік билей бастады. Өз-өзіне жұмыс істеп, пәтеріме орналасып алайын. Қызымды менен қалай тартып алса, мен де солай тартып аламын, деп көз жасына ерік берді. Гүлжанның біржола кеткеніне енесі той жасайтындай қуанды. Ертеңге сол қатының кеткені жақсы болды. Бізге масыл болып, ауруханадан шықпайтын еді. Әлде басқа біреуді тауып алды ма? Соңғы кезде ауруын сорлауратып, жиі ауруханадан шықпайтын. Ах, салдағы, солай болғаны да. Әйтпесе, кім байынан таяқ жемей жатыр? Бірінші рет емес, бұндай таяқты жеп тұрғаны. Бірдеңесі болғасын кеткен ғой, деп ұлының ойын әбден бұзды. Одан кейін ауылды білесіз ғой, гу-гу өсек. Басты жаңалық, Гүлжан басқа біреуді тауып алып, күйеуін қызын тастап кеткен бұзық әйел ретінде таныла бастады. Бұл уақытта Гүлжан жұмыс іздеп, таба алмай қиналып, әр кафенің едені жуып, күн шықса, түннің қалай батқанын білмей қалатын халде. Тапқан жалақысы не тамаққа,
не пәтеріне жетпейтін. Уақыт өте жалақысы молырақ аспаздықты үйреніп, жалақысы біршама жинала бастады. Арада 3 жылдай уақыт зымырап өте шықты. Гүлжанның да қаражаты жиналып, жұмыс жасайтын мейрамхананың иесімен жақын достасқан болатын. Сол таныс келіншек Гүлжанның сырын біліп, жақсы заңгер тауып берді. Ол заңгердің есімі Сәлім деген орта жастағы, бұрын үйленіп ажырасқан еркек еді.